Алматы облысы, Талдықорған қаласы, Мойнақ ауылындағы номері 23 орта мектеп, коммуналдық мемлекеттік мекемесі, тарих пәнінің мұғалімі Досан Рысбек. Сабақтың тақырыбы: Тәуке хан тұсындағы қазақтардың қоғамдық, құқықтық жүйесі, зерттеу сұрағы. Неліктен Левшин Тәуке ханды дала ликөркі деп атады? Оқу мақсаты: қазақ хандарының мемлекетті нығайтудағы үрелі, қазақ хандарының сыртқы саясатын талдау. Сабақ мақсаты: Тәуке ханның мемлекетті нығайтудағы үрелін анықтай отырып, жүргізген сыртқы саясатын талдайды. Бағалау критерийі: бірінші, Тәукенің жеті жарғысын Қасым ханның қасқа жолымен салыстырып, айырмашылықтарын анықтай алады. Тәукенің мемлекетті күшейтудегі атқарған қызметін сипаттайды. Үшінші, Тәуке ханның тұсындағы қазақ хандығының сыртқы жағдайын ажырата отырып талдайды. Тәуке хан 1626-1715 жылдар аралығында өмір сүрген, көреген саясаткер, ақылды дипломат, құдіреті күшті хан. Тәуке хан 1680-1715 жылдар аралығында билік құрған. Тәуке ханның кезіндегі ішкі жағдай: бірінші, ішкі талас тартыспен алауыздық өршіді билік басына келген кезде. Екінші, хандықтағы саяси жағдайды реттеуге күш салды. Үшінші, халықты біріктіру үшін шаралар жасады. Төртінші, жеті жарғы деп аталатын заңдар жинағын жасады. Тәуке ханның кезіндегі сыртқы жағдай: көрші мемлекеттермен одақтасудың және бейбіт қатынас орнатудың жолдарын іздестірді, нәтижесінде қол жеткізді. Екінші, жоңғарларға қарсы күреске қырғыздар мен қарақалпақтарды тартты. Үшінші, 1710 жылы Қарақұм маңында қазақ жүздерінің өкілдері бас қосты. Нәтижесінде қазақ жасақтары жоңғарларды талқандап, шығысқа қарай ығыстырды. Тарихшылар Тәукені қазақ ордасының ликөркі деп бағалайды. Ликөрк деген бір кезде ежелгі Грекияда көне Спартаның ақылгөй заңгері болған. Сондықтан ақылды, көреген қайраткерлердің бәрін европалық ғалымдардың ликөрк деп атауы қалыптасып кеткен. Тәуке хан да ақылды дипломат болғандықтан қазақ ордасының ликөркі атанған. Тәуке хан Салқам Жәңгір ханның баласы, 1680-1715 жылдары билік құрған. Ол төңірегіне ұлы жүз Төле, орта жүз Қазыбек, кіші жүз Әйтеке, қырғыз Көкім, қарақалпақ Сасық, қатаған Жайма секілді елге беделді ақыл иелерін жинап, халқын солар арқылы басқарды. Тұрақты мемлекеттік органдар, хан кеңесі, билер кеңесі жұмыс істеп, жыл сайын 300 шонжар қатысатын құрылтай өткізуді қалыптастырды. Қазақтардың бұған дейін қолданып келген әдеттегі құқықтық нормалары бір жүйеге келтіріліп, толықтырылған нұсқасы жеті жарғы дүниеге келді. Ол кез халық есінде қой үстіне бозторғай жұмыртқалаған заман деп аталды. Әз Тәуке даналығымен, көрегендігімен, тапқырлығымен халықтың жүрегінен орын алды. Тәуке хан ішкі феодалдық тартыспен бытыраңқылықты жоюға тырысты. Бір орталыққа бағынған қазақ хандығын құруға күш салды. Тәуке хандық билікті күшейту мақсатын көздеп, билерге арқа сүйеуге, сұлтандардың билігін шектеуге тырысты. Хандық кеңесте билер негізгі рөл атқара бастады. 1710 жылы жоңғар шабуылын тойтару мәселесін талқылау үшін Қарақұм маңында қазақ жүздерінің өкілдері бас қосты. Хандық жасақтар құрылып, бас қолбасшы болып Бөгенбай батыр сайланды. Нәтижесінде қазақ жасақтары жоңғарларды талқандап, шығысқа қарай ығыстырды. Тәуке хан хандық біртас бірлігін және оның шекараларын қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатымен қырғыздармен, қарақалпақтармен әскери одақ құруға қол жеткізді. Тәуке ханның жасағы 80 мыңға жуық жауынгерден тұрды. 1715 жылы Тәуке хан қайтыс болған соң жағдай қайтадан ауырлап кетті. Тәуке ханның жеті жарғы деп аталатын заңдар жинағын барлықтарыңыз білесіздер. Жеті жарғы заңдар жинағын жасауға қаз дауысты Қазыбек, Әйтеке, Төле
Жеті жарғы Тәуке хан тұсында қабылданған қазақ халқының дәстүрлі әдет-ғұрып заңдарының жинағы. 17 ғасырда қазақ хандығының ыдырау қаупінің тууына байланысты Тәуке хан елдің ауызбірлігін арттыратын шаралар қарастырып, хандық билікті нығайтуға күш салды. Қазақ қоғамының дамуы мықты билік пен бірлікті қамтамасыз ете алатын жаңа заңдар жүйесін қажет етті. Осы ретте Тәуке хан бұрыннан қалыптасқан дәстүрлі әдет-ғұрып заңдары мен өзінен бұрынғы хандардың тұсында қабылданған Қасым ханның қасқа жолы, Есім ханның ескі жолын одан әрі жетілдіру арқылы жаңа заң жүйесін жасауға тырысты. 300-дің игі жақсылары мен билерін жинап, оның ішінде атақты Төле би, Қазыбек би, Әйтеке билер бар. Күлтөбенің басында Тәуке ханның жеті жарғысы деген атауға ие болған заңдар жиынтығын қабылдады. Жеті жарғыға сүйенген қазақ билері ел ішіндегі дау-жанжалдар мен саяси маңызы бар мәселелерді тиімді шеше алды. Жеті жарғыда қарастырылған мәселелер: бірінші, жер дауы; екінші, үй іші мен бала тәрбиелеу; үшінші, ұрлық-қарлық, барымта; төртінші, бір халық пен басқа ру арасындағы дау; бесінші, ұлтын жаудан қорғау; алтыншы, құн дауы; жетінші, жесір дауы. Жеті жарғы рулар мен тайпалар арасындағы алауыздықты, 300 арасындағы қайшылықтарды бәсеңдетті. Жеті жарғы бойынша хан, хандықтың басшысы, бас қолбасшы, барлық рулардың басшысы және заң шығару құқығымен барлық қазақ қоғамындағы мүшелеріне бұйрық беруге міндетті болды. Жеті жарғы бойынша қарусыз келгендер дауыс беру құқығынан айырылды. Жарғы сөзі қазақша әділдік, шешім деген ұғымды білдірген. Түпкі мәні жарудан, нәрсенің салмағын бір жағынан аудармай, дәлде-дәл әділ айырудан шыққан. Дауды әділ тура шешкен билерді халық қара қылды қақ жарған деп мадақтайды. Ол заманда бас кетсе де әділ. Ал құрметті оқушылар, біз міне тапсырмаға да келіп жеттік. Бірінші ойлан тап әдісі. Бірінші тапсырма. Тәуке хан Қасым ханның қасқа жолына толықтырулар, өзгерістер енгізіп, жаңадан 2 бөлім қосты. Сол 2 бөлімді табыңыз. Сол жақта Қасым ханның қасқа жолындағы заңдар жинағы берілген, оң жақта Тәуке ханның 7 жарғысы. Екеуін салыстырып, өзгерістерді анықтап жазыңыздар. Екінші тапсырма. Case study әдісі. Тәуке хан тұсындағы Қазақ хандығының сыртқы жағдайын анықтай отырып, талдайды. Дескриптор. Тәуке ханның сыртқы саясаттағы мақсатын анықтау. Екінші, Тәуке хан әскери одақ құрған елдерді табу. Ал құрметті оқушылар, қазір біз Kahoot сайты арқылы бүгінгі тақырыпқа байланысты тест тапсырмаларын орындайтын боламыз. Ол үшін қазір мен сіздерге WhatsApp-тарыңызға сілтемені жіберетін боламын. Сол сілтемені басып кіріп, өздеріңіздің аты жөндеріңізді жазып, тапсырмаларды орындайсыздар. Мен отчет бөліміне кіріп, сіздердің алған ұпайларыңызды көретін боламын. Рефлексия. Құрметті оқушылар, біздің сабағымыздың мақсаты қандай болып еді? Сабақтың мақсаты Тәуке ханның мемлекетті нығайтудағы рөлін анықтай отырып, жүргізген сыртқы саясатын анықтау. Осы мақсатқа жету үшін қандай критерийлерді басшылыққа алып едік? Бағалау критерийлері. Тәуке ханның 7 жарғысын Қасым ханның қасқа жолымен салыстырады. Ерекшелігін анықтайды. Екінші, Тәуке ханның қазақ хандығын нығайтудағы рөлін біледі. Үшінші, Тәуке ханның тұсындағы қазақ хандығының сыртқы жағдайын анықтайды. Мақсатқа жете алдыңыздар ма? Мақсатқа жету жолында қандай қиындықтар кездесті, құрметті оқушылар? Ал құрметті оқушылар, бүгінгі сабаққа өздеріңіздің ұялы телефондарыңызбен кері байланыс беріп өтсеңіздер. Өте жақсы түсіндім, мен үшін қызықты болды. Мен сабақты жақсы түсіндім, тақырып бойынша әлі де ізденуім керек деген сөздерді қолдансаңыздар болады. Назарларыңызға рахмет.